Десек те кейбір тәуекелге қайшы істерді әр адамның біліп, олардан сақтанғаны жөн. Бірінші, адамның болашаққа үмітсіздікпен қарап, өзіне деген сенімсіздігінің басым болуы тәуекелге кедергі келтіретін істердің алғашқысы. Бұндай көзқарас мұсылман адамға жат. Өйткені жаратушысына арқа сүйеп, тақуалық қылып, шынайы тәуекел еткен пендесін Алла тағала тастап қоймайды. Тәуекел тек жалғыз Алла тағалаға жасалуы тиіс. Пайғамбарымыздың хадисінде кімде-кім бақсы балгерге барып, оның айтқандарына сенетін болса, ол Мұхаммедке түскенге, яғни Құранға қарсы келген болады деп қатаң ескерткен. Үшіншіден, ризық табуда алма піс, аузыма түстің керін қылып, ешқандай еңбексіз, қарекетсіз Алла тағала өзі береді деу шынайы тәуекелге қайшы нәрсе. Ол жалқаулық. Осы себепті де мүміндердің әміршісі Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху сендерден ешқайсыларың я Алла мені ризықтандыр деп алып, өзі амалсыз отырмасын. Өйткені аспаннан алтын не күміс еш уақытта жаумайтынын білесіңдер деген. Төртіншіден, адам сырқаттанған болса, Алладан шипасын сұрап, ем қабылдауы қажет. Ал дертті берген Алла өзі жазады деп, ешқандай ем қабылдамай жатып алу дұрыс істерден емес. Хадисте, Алла тағала қандай да бір дертті жаратқан болса, оның шипасын да қоса жаратқан деп айтылған. Сондықтан ауырған кісі Алладан шипа тілеп, дертінің емін іздеуі қажет. Бәзбіреулер расыменде әркімді, әр нәрсені кінәлап, әрекетсіз күн кешіп, екі қолға бір күрек ұстауға енжарлық танытып та жүр. Бір істі бастайын десе, оған тәуекелі жетпей жүрген жандарға дана халқымыздың тәуекел түбі желғайық, мінесіңде өтесің, уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Мір тәуекел бұзады, мың қайғының қаласын, бір жылы сөз бітірер, мың көңілдің жарасын деген ұлағатты сөздерін еске салғым келеді.